Қазақстанда алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер осы хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Солтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының мессенджерінде айр-код көрсетілген домофонды ауыстыру туралы хабарландырудың суреті тарап жатыр. Хабарламада айр-кодты сканерлеп домофонның жаңа кілтіне тапсырыс беру үшін сайтқа өту керек екені жазылған. Алайда бұл алаяқтардың ақша ұрлау үшін ойлап тапқан жаңа әдісі болып шықты, деп хабарлайды бүгін КЗ порталы Стан КЗ сайтына сілтеме жасап. Тұрғындардың бірі үйінің кіреберіс есігінде ілініп тұрған осындай хабарландыруға алданып, ақшасынан айырылған. Құрметті көрермендер, абай болыңыз. Және де осы хабарды көптеген достарыңызға жіберіп, астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.